Менің әжем. Келін-ау. Ау, апа. Бүгін мен асарлатып, жаңа киізді пыстып алайын деп отырмын. Соған сен барып көрші апаларыңды шақырып келе ғой. Жарайды, апа, шақырып келейін қазір. Үйде анаң асар салып атса, онда біз мал шағуға барып қайтайық балам. Жарайды, әке. Ватан жарайсы. Қолым үстіме жемсу берексі. Ой, құлының өсіп атыр. Жүр бізбен бірге барайық. Немереңді алып, мал шауылға барып қайтыңдар. Өзіңе қолғабыс көрсетіп қайтсын. Ал жолдарың болсын. Айшажан, анаңа көмектесе ғой. Жарай ма? Сырайды әже. Жүре ғой, қызым, қамырды қайтарайық екенсіз. Анасын бұл қабыдан не жасаймыз? Қызым, қазір бұл қамырдан біз қазанға жаппай нан салатын боламыз. Қызым, жаппай нан піскеннен кейін өте тәтті болады. Асарлатып келіп қалдық. Оң болсын я. Бұған андай. Айналайын қарағым, жақсыма сала берме көзіңді әр жақсыға. Берген анамның киіз ет өзі бір сондай әдемі болып жаңарып қалды сіздердің арқаларыңызда. Балдарым, немерелерім өзімдей қылып ұстап тұста екен деген ойым бар. Келінге мен кимешекті кигізейін деп отырмын. Я, бала келін болсын, ана келсін, ұрпақ көріп бітіп, ана келін бол айналайын. Бақытты болсын. Қосағы мен қосаға. Бәрі құтты болсын. Сіздерге арнайы келінімнің дайындаған белдігі бар еді. Бұл деген өзі белдік деген жақсылықтың нышаны дейді. Белдерің мықты болсын, әрдайым қолдарың берекелі болсын, әрдайым шақырғанда өстіп, жұмыла жүгіріп келіп тұрыңыздар. Құтты болсын, беліңіз мықты болсын.